Аллахыңыз қазақша түсіне ме деймін. Аллахыңыз деген түсінбедім. Аллахың деп қалай түсінбедім. Қалай енді сіз ойлаңыз, жәннат тілі арабша болады. Сонда қалай түсінеді ол? Атыңыз Арыстан ба? Иә. Мұсылмансыз ба? Жоқ, мұсылман емеспін. Қазақ. Тәңірші ма? Тәңірші. Қазақ болсаң тәңірші болу керек пе не? Енді қазақ деген ол дін емес қой. Дін ұстану керексің. Дін не үшін керек? Қандай дін ұстанасың сен? Немен сенесің? Танбаймын ешкім ол. Қазақпын просто. Құдайы бар ма? Құдай? Құдай сенің ұғымында ғана бар. Жоқ. Дұрыс сөйлесейік, адамдар сияқты. Агрессияның қажеті жоқ, ондай маған тиісіп. Просто мен сұрап жатырмын, Құдайға сенесің бе? Мен сізге айтайын енді. Құдай дегенді кім ойлап тапты? Жоқ, Құдайға сенесің бе, сенбейсің деген сөз, иә? Құдайға сенбейсің. Тыныш жерге сөйлесің. Құдай бар, кім бар? Ар жағында дауыстарың естеткізбе, тыныш жерге шықшы. Құдай бар, 4000 дін бар. Енді Алла деген сөз, қай тілде айтсаң да Құдай деген сөз. Сіз ана Құран оқыдыңыз ба негізі? Әлемдерді жаратқан бір Құдайды Алла дейді арабша. Мен ұқпаймын осы бар ғой адамдарды. Әлем жаратты дейді. Екі адам жаратты ма? Кім? Екі ол екі қыз жаратты ғой енді Аллахын сен. Мен бір нәрсені айтайыншы. Сіз қазақсыз ба? Кімге ұқсап тұрмын? Содан әпшейін дегенсіз мұсылманмын дейсің, е? Дұрыс қой. Жоқ, әпшейін дегенсіз мұсылман болмайсың, мұсылман болмайсың. Содан кейін өлген кезде жігітше мойындайшы. Ибрахим ұрпағым деп айтасың ғой сен. Жоқ, күн емес. Енді Ибрахим ұрпағым деп айтпайсың ба? Жоқ, Ибрахим еврей болған қалай ұрпағы? Енді Ибрахим ұрпағы емессің ба сен? Жоқ, Ибрахим ұрпағы емеспін. Енді кім ұрпағысың? Мен қазақ, әлім. Сен өлген кезде, олар кезде, жаназадан шыққан кезде Ибрахим Авраамның ұрпағымыз біз дейді. Дұрыс информация жетпей қойған ғой сізге. Қара, бірінші неңізге жауап берейін. Әпшуін келсең мұсылман бол, мен мұсылман болмайды адам. Одан кім ол? Мұсылман болу үшін екі нәрсені айту керексің. Мұсылманмен разницасы қандай? Сіз сұраққа жауапты күтіңіз, содан кейін мен сізге сұрағыңыз қойыңыз деп айтамын, сол кезде сұрақ қоясыз. Ата қазір сөз бермей жатсыз маған. Қара, мұсылман болу үшін адам екі нәрсе айтады. Ашхаду ан ла илаха илlalloh, ашхаду анна Мұхаммад расулуллах. Шын жүрегінен сенеді, яғни мен Алладан басқа құлшылыққа лайық Құдай жоқ деп сенемін. Құдай ма әлі Алла жоқ па деп? Сіздердің Құраныңызда Құдай деген сөз бар ма? Арыстан, кішкене әдеппен сөйлейік, мен жауап беріп жатырмын ғой. Қара, жүрегімізде бір Алла ғана құлшылыққа лайық, басқа ешнәрсе құлшылыққа лайық емес. Пайғамбар да, таста, ағашта, күнде, оның бәрі жаратылыс, тек бір Алла ғана, бір Құдай ғана құлшылыққа лайық. Мен былай түсіндім. Яғни Мұхаммед Алланың елшісі, құлы деп сенемін деп осы екі нәрсені айтуымен адам мұсылман болады. Әпшуге келсең мұсылман болмайды адам. Ол әпшуге келсе басқа мәселе. Оны білеміз, бір адам қыз айтпашы. Мен бір волновать ететін сұрақ. Сонда сіз Ибрахим ұрпағы емессіз ба? Мен жауап бердім ғой саған. Ибрахим ұрпағы емеспін. Ибрахим пайғамбардың жолындамыз. Ибрахим жолындасың. Иә, жоқ. Ибрахим ұлты кім болды? Ұлты енді еврей болғанша, еврейден кейін. Еврей ғой, дұрыс қой. Авраам еврей ғой. Ибрахим Авраам. Неге Құдайды жоққа шығарып жатсыз? Не нәрсеге сеніп Құдайды жоққа шығарып жатсыз? Құдай ма? Сізде Құран бар ма? Қазір қолыңда? Құран бар, иә. Ат-Тәуба сүресін 111-ші аятты оқып беріңізші. Қазақша. Қазір мен Құранды алғым келіп үшін. 47-ші аятты оқыңыз.
Сіз сұраққа жауап берсеңіз, Құдайға не үшін сенбей қалдыңыз? Бұрыннан сенбейсіз бе, енді кейін сенбей қалдыңыз ба? Кейін сенбей қалдым. Не себеп болды Құдайға сенбей? Басыңызға бір қиыншылық келді ма? Ешқандай қиыншылық жоқ менің өмірімде. Өлді ма? Құдай деген, мен соны ойланып қалдым да, Құдай деген көп, бірақ та көк тәңір жәннатша, арабша болады деген күмәнданып кеттім да. Құдай мысалға адамдармен сөйлесіп. Сіздерде Құдай жоқ, сіздерде Аллах бар, бізде Құдай бар. Жоқ, айырмашылық жоқ. Құдай дейсің ба, Алла дейсің. Құрандан тауып берші маған. Аллах Құдай деген. Құдай аспан жерді жаратқан Алла Тағала деп айтады ғой. Сол Құдай. Енді Алла Тағала, ол Алла Тағала мен сіз Құдайды шаласыз. Атауда тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, енді Тәуба 111 аятты оқып берші маған. Тұра тұршы, тауып алайын деймін. 222 бет. Не айтып жатыр ол жерде? Енді оқысаңызшы, енді айтайын. Айта берсейші, не айтып жатыр? Тауып ұзақ іздеу керек. Алла Тағала дейді, сіздердің жандар мен малдарыңыз дүниені сатып алды дейді. Сенен білмесең айтып берейін. Не дейді сөйтіп? Алламен саудаға жасағанды қуаныңдар дейді. Сен Алланың саудагері ғой. Балаң әңгімесін айтып отырсың сен бар ғой. Жасың қанша? Құран айтып тұр оны. Жасың қанша сен? Сен Құран оқымағансың да еще спорт етесің. Оқысаңшы. Сен Алла саудагер деп сен бір балаң әңгімесін айтып. Ат-Тауба, мен саған сұраны. Ат-Тауба. Сізде Құран халиф Алтай ма? Или кім? Инна Аллаха аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум. Арабша оқыма. Жанна дейді. Қазақша оқы. Шынында Алла Тағала муъминдерден жандарын, малдарын сатып алды, оның орнына жәннат береді дейді. Сонда қалай сатып алады? Сатып алу деген ол. Жоқ, әрі қарай оқы. Тәурат, татырыңыз. Әрі қарай оқыған жоқсыз. Тәурат, Інжіл оны растайды, Алламен саудаға жасаған қуаныңдар дейді. Енді сіздің Аллахың саудагер ғой. Сөйтіп, бұл жерде не проблема көріпсің? Сонда саудагер ме Аллах? Не проблема көріпсің енді? Енді 47-7 аят Мұхаммедтің сүресін оқыңыз. Аллаға көмектессеңдер, Алла сізге жәрдем береді. Сіз қолыңызға Аллаға қалай көмектесесіз? Интансуруллаха янсуркум. Аллахқа жәрдем етсеңдер, Алла жәрдем етсіңдер. Алла Тағала өтірік айтып оқыма өтірік. Аллаға көмектессеңдер, өтірік оқыма олай. Алла сендерге жәрдем береді. Сен сізге Алла қалай көмектесің? Екі қолын автомат алып көмектесесің ба? Алла Тағала жәрдем береді деген осылай дуа қылады. Алланың дінін тарату үшін. Татырыңыз, енді үшінші сұрақ. Алла Тағала адамзат жаратты ма? Адамзат жаратты. Неге өлтір деп отыр? Кәпірлерді өлтір, қай жерден ұстап. Сонда сенің Аллахың әділсіз ғой. Қытай басып келсе Қазақстанға, Қытайды өлтіресің бе, өлтірмейсің бе? Жоқ, сен Аллахты қалай таныдың, айтшы? Мейірімді. Причем здесь Қытай? Енді ол Қытай болсын, тыңда. Сен еліңе басып даже Қытай болсын, тыңдап ал, Қытай болсын. Тыңда. Сен дұрыстап жауап бер. Сен ұғымың бойынша оның жаратылысы ғой. Бірақ та бәрін өлтір деп отыр. Жауап берсейсің, Қытай басып келсе өлтіресің бе, өлтірмейсің бе? Қытай басып кірмейді деп тұрмайсың. Басып кірсе өлтіресің. Қытай тыңдап ал. Сен жауаптан қашпа, арыстан. Сен неге қашып отырсың? Сен Аллахым, еще мен саған бір айтайын ба, бір күшті информация айтайын. Эльмир Кулиевтің аудармасында Аллах наилучших из хитрецов дейді. Хитрец ба соны Аллах? Аллах Тағала хитрецтерге қарсы хитрец жасайды. Сен де айлакерлерге аузыңды ашып отырмайсың аңқау болып. Айлакерге қарсы сен де айлакерлік жасайсың. Айлакерлер көріп тұрсың. Аллах бірсе саудагер болады, бірсе татыш, бірсе сенің Аллахың бірсе саудагер, бірсе хитрец, бірсе көмек сұрайды. Сонда ол не деген жаратушы? Жарайды, Алла деген сөзді қоя тұрайық. Ал енді тыңдап ал. Мұхаммедтің 9 жаста қызды алғанын мойындайсың ба? Мойындаймын, Сонда қаншалық дұрыс деп ойлайсыз? Чем проблема? Сен 9 жастық қызыңды байға беруге дайынсың ба? Сен тұра тұр. Қашпа. 1400 жыл болған оқиға. 1400. Сен қара қазақтар бар. 1400 қазаққа тиіспе.
Қазақ деген қазақ деген сенің анау бүкіл арабтарды қайрат тыңдап ал. Сен дайынсың ба деймін 9 жастық қыз. Арыстан, сен вообще әдеп жоқ екен бар ғой. Сенікі мен тыңдап, мен дайын емессің сен. Сен тай бар. Бар тай. Кетші бар. Дұрыстап сөйлесіп те өлмейді. Әйтеуір мені тыңда деген емес. Дұрыстап әдеппен сөйлесетін біреу бар ма? Қуғынбай сияқты емес. Әдеппен, уақыт беріп сөйлесетін біреу бар ма? Кіріңдерші, қане. Шерханды кіргізейік, қане. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам рахматулла. Алдарыңыз қалай? Жақсы, Құдайға шүкір, алхамдулилля. Алла разы болсын, сабырлығыңа барам. Әмин. Қайда қашып кетті анау? Қашқан жоқ, шығарып жібердім. Тыңдамайды, уақыт сөз бермейді. Әйтеуір мені тыңда деген әңгіме онға. Хотя кішкене уақыт беріп, айт ал, сұрағын жауап бер деген жоқ та, әдеппен сөйлеу деген.